Қайырлы күн достар, бүгін мен ірімшіктен жасалатын осындай жып-жұмсақ печеньені жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Бұл печеньеларға негізінде ұнтақталған творогтарды пайдаланған жақсы. Мен осындай 9% ұнтақталған творогты пайдаландым. Оған енді қантымызды, ерітілген сары майымызды және де қаймағымызды қосып, силиконды қасықтың көмегімен бірінші барлығын езіп, осылай дәл видеодағыдай асықпай араластырып аламыз. Кәдімгідей бізде өте қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, енді оған 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін ұнымызды барлығын бірден салып жіберіп, біркелкі етіп, бірінші силиконды қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін қолмен жып-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Мінекей достар, дәл видеодағыдай бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді оны пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа алып қоямыз. 30 минут уақытымыз өткеннен кейін, енді қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, ұнды салып отырып, жұп-жұқа қамыр елейміз. Бізде кәдімгідей жұқа қамыр шығу керек, өйткені бізде қопсытқыш бар, біздің печеньеларымыз көтерілетін болады. Енді пышақтың көмегімен бірінші ортасынан, содан кейін осындай ұзынша формаларымызды жасап шығаратын боламыз. Мінекей бізде осындай формалар шықты. Енді жарты шай қасықтан қойылатылған вареная сгущенкамызды қосамыз. Вареная сгущенканың орнына әртүрлі вареньяларды да қолдансаңыздар да болады. Немесе тіпті салмасына еш нәрсе салмасаңыздар да печеньеларымыз өте дәмді болып шығады. Енді видеодағыдай қатты нығыздамаймыз, осылай сәл жұқалатып, орап отырамыз. Пешімізді жақсылап қыздырып бастаймыз. 180 градуста біздің печеньеларымыздың беті сарғайғанша 20-25 минуттан жақсылап пісіріп аламыз. Бетіне еш нәрсені жағудың қажеті жоқ, өйткені бұлар піскен кезде де өте дәмді, сап-сары болып шығады. Енді печеньеларымызды пешке салып пісіріп аламыз. Печеньеларымызды жақсылатып суытып болған соң, енді бетіне қант ұнтағын себеміз. Ол біздің печеньеларымызға ерекше дәм береді. Егер де балақайларыңыз ірімшікті жақсы көрмесе, онда осы печеньені жасап көруге кеңес беремін, еш өкінбейсіздер. Сіздермен бірге болған Гауһар ас болсын.